Ананастың пайдасы. Европа еліне ананас жемісін Христофор Колумб әкелген. Колумб ананас жемісінің сыртқы бейнесі мен дәмі ұнаған. Ананас жемісі 90% судан, 10% ақуыздан және аскорбин лимон қышқылынан тағамдық талшықтардан тұрады. Жемістің жарты бөлігінде адам ағзасына жарты тәулікке қажет С дәрумені бар. Диетологтар тамақтың алдын ала ананастың кішкене бөлігін жеуге кеңес береді. Ананас жемісі марганец, бал, йод, цинк, кальций, фосфор сияқты минералдармен бай. Ананас шырыны целлюлитке қарсы күресу үшін қолданылады. Ананас шырынының құрамында дәрумендер мен органикалық қышқылдар көп. Олар ағзаның әлсіреуінен түрлі аурулардан құтқарады. Көздің көруін жақсартады. Қызыл ет пен сіңізді қатайтады. Буын ауруларына көмектеседі. Жүрек